Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бүгін біз сіздерге үй жағдайында ойнауға болатын ойын түрін көрсетеміз. Яғни қолымызға осындай ыдыс, қандай болса да осындай дөңгелекше ыдыс болса болды. Одан кейін түрлі түсті үйде бар ойындар, киндерден шыққан, киндер сюрпризден шыққан ойындар, кішкентай ойыншықтарды алып, осы ыдыстың ішіне саламыз. Одан кейін мынандай дайын пенкі, яғни балаларға арналған, осыны мына ыдыстың ішіне салдық. Балаларға бұл өте қызықты ойын болады. Енді тәмелес қара, мына араластыр мына нені. Пенкіні ойыншықтармен араластыр. Ұста, қолымен, екі қолымен ұста. Қорықпа. Яғни бұл пенкіні ұстау арқылы балалардың ойыншықтардың арасындағы ойыншықтарды ұстау арқылы балалардың тактильдік сезімдері дамиды. Қазіргі көп балалардың және де жалпы балалардың жақсы өсіп жетілуіне, яғни сенсорлық қабілеттерінің дамуына осы ойындарды пайдалануға болады. Яғни көп балаларымыз кейде осы ойындарды, мысалы, жұмсақ пенкаларды ұстауға, қатты нәрсені ұстауға, яғни тітіркенеді, жиіркенеді. Сол балалардың, яғни тактильдік сезімдерін дамыту бағытында осы ойындарды пайдалануға болады. Жақсы ма? Күшті ма? Тәмелес? Енді осыны мына пенкалардың ішінен біздер ойыншықтарды тауып шығарайық. Кәнекей, ойыншықтарды тауып шығарамыз. Нені таптық, сосын қарап айтамыз. Не ол? Ойыншықтарды ажырата аласың ба? Мінекей, менде жолбарыс таптым. Сен нені таптың? Не бұл? Сиыр. Сиыр, да ме? Өте жақсы. Мен қойды таптым. Қара, қой қандай түсті? Жасыл түсті екен мұнда. Сен не таптың? Арыстан таптың. Арыстан қандай түсті? Сары. Қызыл сары. Ал мен мүйіз тұмсық таптым, мінекей. Мүйіз тұмсықтың түсі бұл жерде көк. Мүйіз тұмсық сенікі де. Өте жақсы. Мен тағы да бір қой таптым, жасыл қой. Тағы бір қой. Менде 3 қой болды. Сиыр. Сиырдың тағы бір түрі. Мынау арыстан. Мүйіз тұмсық таптым. Сиырларды таптым. Мен қазір ойыншықтарды тауып болдым. Сен тауып болдың ба ойыншықтарды? Болмадым. Сен? 3 қой бар. 3 қой бар сенде де, менде де 3 қой болды жаңа. Арыстан. Арыстан. Мінекей біз осы мына ыдыстың ішіне барлық жануарларды біздер таптық та, енді қара, қысамыз. Қар жасаймыз бұдан кейін, дөңгелек жасаймыз. Менде де біреу бар. Сен тағы ойыншықта болдың ба тапқан? Өте жақсы. Пенкіні былай алып бүйтіп алып. Былай ал, қар жаса. Дөңгелекше жаса, одан кейін қыс. Өте жақсы. Яғни балаларымызбен біз осыны ойын түрін үйде ойнауымызға болады. Балаларымызға бұл ойын түрі өте қызықты болады.